Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сыныптан тыс уақытта ш дыбысы мен әрпі. Балалар, бүгінгі сабақта білетіндерің әріпті танисыңдар және оны дыбыспен ажыратасыңдар. Сөздің буынынан тұратынын білеміз. Сөздегі буын санын анықтайсыңдар. Ал балалар, мен сендерге жұмбақ жаздырам. Мұқият тыңдап алыңдар. Үрлесең жеп-жеңіл, елпілдеп кетеді. Ұшырсаң көктеңбіл, бұлтқа да жетеді. Ойланайық. Дұрыс, жарайсыңдар. Шар. Ал балалар, шар деген сөзде қандай әріппен басталып тұр? Жарайсыңдар, ш дыбысынан. Ал енді ш дыбысынан келетін сөздерге назар аударайық. Суретке қараймыз. Шаңғы, шана, шырша, шар, шабдалы, сызығыш. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, енді біз ш дыбысының баспа түрімен және жазба түрімен танысамыз. Енді менімен бірге ш дыбысын айтып көрейік. Ш. Жарайсыңдар. Енді балалар, суретке назар аударайық. Ненің суретін көріп тұрмыз? Жарайсыңдар. Сызғыш, қайшы, шырша. Енді осы сөздегі ш дыбысының орнын анықтайық. Сызғыш деген сөзде ш дыбысы соңында кездесіп тұр. Қайшы деген сөзде ортасында кездесіп тұр. Шырша деген сөзде басында да, ортасында да кездесіп тұр. Сонымен балалар, біз ш дыбысының сөздің басында да, ортасында да, соңында да келетінін білдік. Енді балалар, мына суреттегі заттарға қараймыз. Ненің суреті берілген? Шана, шырша, шаңғы. Енді осы сөздерді буынға бөлейік. Шана, шаңғы, шырша. Жарайсыңдар. Ал шана деген сөзде неше буын бар? Жарайсыңдар, 2 буын бар. Шаңғы деген сөзде жарайсыңдар, 2 буын бар. Шырша деген сөзде жарайсыңдар, 2 буын бар. Балалар, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Ал балалар, енді ш дыбысын өткен дыбыстармен қосып оқып көрейік. Алдымен буындап оқимыз, содан соң тұтастай оқимыз. Шар, шара, шара, шарлар, шарлар, шора, шора, шашу, шашу, шортан, шортан, аш, шаш, ал, алша, алша, ар, арша, арша, ша, шашу, шашу, шу, шула, шула. Ал енді, балалар, мына ережені есте сақтауымыз керек. Жазу жазғанда түзу отыруымыз керек. Қаламымызды дұрыс ұстауымыз керек. Енді мына видеоға назар аударыңдар. Ш дыбысының әрпімен таныс болыңдар. Олар бас әріп және кіші әріптен тұрады. Шының бас әріпі 3 ілгекшеден тұрады. Үлкен жолдың ортасына қаламыңды қой, солдан оңға қарай доға жасап, жазу жолының астыңғы сызығына дейін көлбеу сызамыз. Оңға қарай ілгек саламыз. Осындай 2 көлбеу сызық пен
ілгекті жалғастырамыз. Шының кіші әріпі де 3 ілгектен тұрады. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай көлбеу түзу сызып, астыңғы сызыққа жете бере, оңға қарай доға ілгек саламыз. Осындай тағы 2 ілгекті жалғастырып саламыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге ша әріпін жазуды үйрен. Енді балалар, дәптерімізді ашып, ш дыбысын жазыңдар. Балалар, сонымен ш дыбысын дұрыс жаза алғандарыңа сенімдімін. Олай болса, бүгінгі сабақта сендер әріпті танып ажыраттыңдар. Сөздің буыннан тұратынын біліп, буын санын анықтадыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.